Біз кеше септіктермен таныстық, иә? 7 септік бар. Қандай? Атау септік, ілік септік, парыз септік, парыз септік, нашы септік, шығыс септік, көмекте септік. Әлі жаттай алған жоқпыз, өйткені біз әлі ілік септікте жүрміз, иә? Бірақ бәрінің атауын жақсылап біліп алуымыз керек. Сол үшін осы септіктегі сөздер, ертең тапсырма берілсе, 7 септіктің ішінде, ол үшін жетеуінің кез келгенін септеп береді. Сол кезде сен оны септеу үшін бірінші несін тауып аласың? Қандай сөзін тауып? Бұл септік неден туындайды? Заттан туындайды. Алдыңғы сөз табына қарайсың. Сөз табы зат қана болу керек. Ол сан болуға болмайды. Ол сын білетін, санын білетін, қимылын білетін сөз болмау керек түбірі. Түбірі тек қана зат болу керек. Сонда ғана оның арғай септік жалғауын жасай аламыз және оны таба аламыз. Әйтпесе кез келген санға да жалғаулар, осы жалғаулар жалғана береді. Бірақ ол септікке жатпайды. Ілік септік, парыз септік деп айта алмаймыз. Оған дәлелін мен түсіндірейін. Мысалға, оқулығымызды алайық. Болмаса оқу дәптер дейікші, иә? Дәптер. Байқап тұрсаңдар, бұл не? Зат. Енді осы ілік септігін айтып отырық қой. Кешегі өткен атау септікте жалғау жалғанбайды деді. Тура зат есім сияқты. Кім, не, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Мынау қай сұрақ? Бұл не? Неге жатады? Зат, яғни қай сұрағымызда? Неге жатады? Яғни атау септік. Атау септікте жалғау жоқ, болмайды. Яқта жалғау болмайды. Яғни біз мына сөзді сразу не деп айтуға болады? Атау септігі деп салуға болады. Түсінді ма? Енді осыны ілік септігіне айналдыру үшін бүгінгі сабақ енді ілік септігі ғой. Ілік септіктің жалғаулары ның, дың, 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 тың, тің. Оны қалай жалғаймыз? Осы сөзді жазамыз қайтадан. Өйткені бұл түбірі не ол? Зат болу керек, міндетті түрде зат есім болу керек. Мынау зат есім. Осы зат есімге қана жалғанады. Сан есімге, сын есімге, етістікке жалғанбайды. Түсінесіңдер ме? Оған да жалғанады жалғаулар, бірақ ол септікке жатпайды. Септікті анықтау үшін біз әлі талдау жасаймыз, әлі өзіміз жинақтауымыз керек. Берілген тапсырмалардың ішінен теріп, сол үшін біз мұқият түсініп алуымыз керек. Септік деген өзі не ол? Неден туындайды? Заттан туындайды. Алдындағы түбірі зат болу керек. Бұл не? Бұл дәптер. Енді осыған жалғаулар жалғанады. Бірінші, мен сендерге айттым, жалғаулардың мынау жуан дауысты болып тұрғандықтан, екіншісі дәң болады, өйткені жіңішке дауысты О мен ауысып тұрады. Таң-дәң, одан кейін таң, жазғанмен ын жазайды. Таң, дұрыс, тәң болады, өйткені бұл жердегі өзгерген не? Жуан дауысты, жіңішке дауысты болды, әйтпесе сұқтыдан басталыпты. Келесі О әрпіне жазғандықтан, бұны да жуанынан бастайды. Наң, жіңішке болады. Дұрыс айтасың. Енді осының қайсы дәптер жалғанады? Дәптер? Дұрыс айтасың. Дәптер, дін. Ал неге дінді жалғадың? Неге жіңішке буынды жалғадың? Жалғанға жалғауы. Неге жіңішке? Өйткені оның алдында тұрған сөздеріміз сөзіміздің өзі жіңішке. Не себептен ол жіңішке? Өйткені ондағы тұрған дауыс дәріптерде жіңішке. Түсінесіңдер ме? Біз мұқият основной соңғы буынына қараймыз. Мына тер дегенде дауыстарымыз ол қандай? Жіңішке. Жалғанатын жалғауымыз да жіңішке. Әйтпесе мен бар тыңды жалғамайын ба? Болмаса басқа тыңды жалғамайын ба? Жалғанатын өзінің сөзінің бір-бірінен естейді. Бағынады. Бағыныңғы буынның өстіктері. Түсініп ма? Өстік бағынады. Дәптер, дін. Яғни бүгін өтетін ілік септігіндегі жалғаулар осы алтау. Негізгі жатпайтынымыз үшеуі мынау соның жіңішке тұр. Түсініп ма? Сонда алтау. Осыны жалғадың ба? Бұның өзі кез келген сөзге жалғана береді. Бірақ сен несіне қарайсың? Түбіріне қарайсың. Түбірін ажыратасың. Түбірі егер не болса? Зат есім болса ғана ол ілік септігі деп атайды, дәлелдейсің. Ал егер түбіріне мысал келтірейін, әшейін сан мысалға 30 деген сан жазайықшы, 30 ол сан. Осыған мынаның кез келгені қосыла алады. 30 дың
30 дың деп жалғанады. Бірақ бұның түбірін бірінші табамыз. Түбірі не? Сан есім. Бізге бұл сан есімнің несі емес, септіктері емес бұл. Зат есімнен туындайды септіктер. Түсінік ма? Сол үшін бұл септікке жатпайды. Дың деп тұр ғой әпкей деуге болмайды. Оның сен түбіріне қарайсың. Түбірі зат есім болса ғана ілік септігінде тұрады. Түсіндік па?